3 күндүк кыска жыйналыска солтүстүктө 100 шақырым жерде орналасқан табиғи қорға келе жатырмыз дем алуға. Ол жерде бір үйсымақ бір жақсы нәрсе бар екен, Authentic деген. Сонда 3 күн дем аламыз. Жан жағында тағы да қайық жүзетін неше түрлі бір активитилар бар. Соларды істейміз. Мынау біздікі. 3 күнге үйіміз осы. Отбасым кешкі асты даярлап жатыр. Үстіне май жағып жатырмыз, одан сайын дәмді болу үшін. Барбекю. Маратикка колбаса ұнайды. Колбасаны кесіп жатыр. Үйімізді үшін көрсетейін. Мынау қыста жағатын пеш. Мынау бір үстел, саяқ, қажетті нәрселер бәрі де бағасына кіреді, қолдануға болады. Шайнек сияқты. Мынау енді 2 қабатты төсек. Мына жағын түсіріп, тағы да 2 адам сыйдыруға болады. Түседі. Басымыз толық тұрған жоғары. Сонда үлкен үстел. Кішкене атқыма болып тұр. Осының үстіне қазір бір жағын босатып шай ішеміз ішінде. Тұратын жерімізде жарық болғанымен тоққа қосыламаймыз екен, розеткалар жоқ. Сондықтан мына лагердің ортасында дәретхана мен кафетерия бар екен. 24 сағат бойы жұмыс істейтін. Соған келдім. Отбасым ұйықтап жатыр. 1 сағатта келіп, телефон, компьютерінде бәрінде зарядтап алдым. Кафетерия осы, кез келген уақытта келіп, тамақ жеуге болады. Мына микротолқын 2 пеш бар. Мұнда бір өтініш жазылып тұр. Prière de ne pas avisquer de poisson ici. Please do not avisquer fish here. Балықты өңдемеңдер дейді мұнда. Мына жер бекітіліп қалады. Сол ескерткен ғой. Saat 7:30 ояндық жаңа. Таңертең дала өте ылғал. Шөптің бары су, бөлігіміз су. Дымқыл болып тұр. Отбасында ақындап тұрып жатыр. Далаға шығамыз қазір. Бүгін таңертең дәретханаға келген сапарымызды пайдаланып, мына суды қайнатып алдық. Таңғы шайға. Айтпақшы, интернет ешқай жерде жоқ мұнда. Демалғанға жақсы. Ана креверсте кеңсе болмаса, бүкіл паркта 64 километр. Ешқай жерде.